Барлықтарыңа сәлем. Бүгін біз сіздерге 2009 жылы шыққан «Бабник» атты фильмге қысқаша шолу жасаймыз. Олай болса, көп созбай бастаймыз. Басты кейіпкер Ники қалтасында көк тиыны болмаса да, үйі не машинасы жоқ болса да, әрқашанда байдың өмірін сүретін. Я, дұрыс естідіңіз. Никидің басты қаруы оның тактикасы мен түр-келбеті. Осыларды әдемі қолдану арқылы бай әйелдердің сеніміне кіріп, оларды пайдаланатын. Кезекті бай әйелмен көңілі жараспаған соң, ол клубқа тағы біреуін ұстау үшін аттанады және де сол жерде өз құрбанын кездестіреді. Ол адвокат Саманта еді. Ники алғашында жеке шығып танысып сөйлескен соң, Саманта оны үйіне шақырады. Сонда олар түнін өте қызықты етіп өткізеді. Ертесіне Ники осы үйде белгілі бір уақытқа дейін қалуды жоспарлайды. Саманта жұмысына кетерінің алдында карточкасын қалдырып, таңғы асына қалаған затыңа тапсырыс бер деп жұмысына кетеді. Ұйқысынан кейін Ники өзінің ойына келген істеді. Осы үйде ұзақ қалу үшін Самантаның сеніміне кіру қажет. Ал кіру үшін әбден вниманияны көңілді бөлу қажет. Бұл жайлы оның схемасы бар. Кешкісін Саманта сөз арасында Никидің жұмысы жоқ екенін біледі. Бірақ оған қарамастан бір апта бойы Никиге қалаған брендтік киімін әперіп, ресторандарға апарып, әбден көңіл көтереді. Есесіне Ники оның айтқанын жасап, көңілін көтерумен болады. Кейінірек Саманта Нью-Йорк қаласына жұмыс бабымен кетпекші, ал Ники болса Самантаның үйінде қалды. Кешкісін Ники үлкен вечер жасап, көп адамдарды шақырады. Оның ішінде досы Гарри де бар. Кенеттен Никидің экс-ғашығы Хелиан атты пайда болады. Және де оның басты қорқынышты осы Хелиан Никиден басқаларға осы үйдің кімге тиесілі екенін айтуы мүмкін деген уайыммен Гарриге оны үйіне апаршы деп жалынады. Және де өзі осы уақытты басқа бір қызбен уақыттың қызық өткізеді. Келесі күні Ники өзінің таныс қызы Эмилиді шақырады. Эмили Никиді 100% жақсы білетін. Ақыры сөз арасынан кейін екеуі махаббатпен айналысады. Эмили негізінде Ники жұптық арақатынас құрғысы келеді. Бірақ та Ники әрқашанда теманы ауыстырып жіберетін. Үйіне қайтып келе салысымен Ники тағы да бір жеңіл жүрістіні үйіне шақырады. Ал бұл кезде күтпеген жерден Саманта қайта оралады. Никидің бөтен қызбен істесіп жатқан жерден түсіп, екеуінің арасында ұрыс орын алады. Саманта үй жинаушыдан үйдегі вечерлер қыздар жайлы біліп қайта келді. Ники оны қулықпен алдап бір кешірімін алады. Одан соң қайта Ники мен Саманта екеуі қайта махаббатпен айналысады. Саманта қайта өз істерімен кеткенде Ники кафеде Хейзер есімді әдемі официанткамен танысқысы келген, бірақ та ол сына салатын оңай қыз емес еді. Сонда ол параққа өзінің телефон нөмірін қалдырып, ақша төлемей кетіп қалады. Хейзер соған бола Никидің үйіне келіп, кафедегі төленбеген счет үшін ақшасын алады. Ники онымен жақынырақ таныспақшы болған, бірақ та қыз ақшасын алып бірден кетіп қалады. Ники өзіне ренжулі. Не дегенмен алғаш рет қыз оның бетін қайтарып тастады. Бұмен тоқтауды ойламай, Гарри досына өзіне көмектесуді сұрайды. Екеуі ойын ойнауда. Гарри өзінше табысты бизнесмен ретінде көрсетпекші. Бұл Хейзерге ұнап, оған өзінің номер телефонын қалдырады. Бұл уақыттан бастап Ники Хейзермен телефон арқылы әңгімелесіп кездесу күнін асыға күтеді. Ал Саманта сол бойы ескі әдетін тастамайды. Бірақ Саманта іштей Никиден алыстап бара жатқанын сезеді. Ақыры Хейзер мен Ники мейрамханада кездеседі. Әңгіме арасында Хейзерге белгісіз бір нөмірде біреу хабарласады. Және де осы хабарласудың кесірінен Хейзер еш нәрсе түсіндірместен-ақ кетіп қалады. Келесі күні Ники оны тапқысы келіп жұмыс орнына келеді. Және де білуі бойынша енді ол бұл жерде жұмыс жасамайды. Кешкісін үйіне келсе, белгісіз бір дауыстарды естиді. Және де сол дауыстар дәл бассейннен шығып жатыр екен. Сөйтсе бұл Хейзердің өзі. Ники Хейзерді жігіттің бары деп кінәлай бергенде, Хейзер өзінің інісі барын сол інісінің денсаулығына байланысты шұғыл кеттім дейді. Осыған сенген Ники оны тыныштандырып, жайлап арам ойын жүзеге асырады.
ертесіне Хейзердің көлігін орнынан ауыстырайын дегенде бұның ішінен темекінің тұқылын көреді. Бұдан кейін бұл көлік Хейзерге тиесілі емес екендігін түсінеді және де қапалы болған Ники сөйтсе Хейзерде өзі сияқты бай адамдарды тонаумен айналысады екен. Ники оны бірден үйден қуады. Кейінірек Самантаны ауруханадан шығарып алады. Оны тексеру барысында енді Самантаға басқаларға қатынаспен түсуіне тыйым салынған екен. Бір кезекті күндері Саманта ашуланып Никиді үйіне қуып жібереді. Енді Никиді машинада, үйде түк жоқ, далада қалады. Басында ол досы Гарриге келеді, бірақ ол есікті ашпады. Сосын Эмилиге барып бағын сынаса, ол да қарсылығын білдірді. Шығар есікті таппаған Ники кезінде Саманта әперген қымбат заттарын сатуына тура келеді. Осы ақшаға отель нөмірі алып жайғасады. Ертесіне өзіне жаңа құрбан іздеуге аттанады. Бассейнде орта жастағы бай әйелмен танысады. Онымен жақында таныса бергенде Хейзерді байқап қалады. Ники өзінің жағдайын айтады. Хейзер болса оған осы өзінің үйінде тұруға рұқсат береді және де клубқа екеуі бірге аттанады. Екеуі ортақ жұмыс жасауының арқасында байлардың көзіне жақсы түседі. Осы оқиғалардан соң олар кездесе бастайды. Оларға алғаш рет өз-өздерімен болады. Бірде Хейзерге хат келеді. Бұл хат өзінің күйеуімен ажырасу туралы екендігін көріп, Никиге бәрін жайып айтып салады. Сөйтсе Хейзер Никиді күйеуінен де қатты жақсы көреді және де Хейзерді Никиге ғашық, бірақ та бұлай жасырғаны үшін Ники ашумен үйден ұрысып, ашумен үйден шығып кете барады. Кафеде бір қызбен танысып сөйлеседі. Кешкісін үйіне келсе Хейзерден хат қалыпты. Хатта Хейзер өзінің Нью-Йоркқа кетіп бара жатқанын жазады және де үйінде қонып қанша тұрса да рұқсат береді. Не істерін білмеген Ники көршісіне барып көмекке жүгінеді. Ол Хейзерге аттан деп кеңес беріп, ұсыныс жаса дейді. Ол досы Гарриге барып татуласады. Гарри аэропортқа барып ақшасын төлейді және де Ники Нью-Йоркқа жетеді. Сол жерде Хейзердің үйінің адресін табады. Ники бұның бәрі жай уақытша сен өз-өзіңді алдап жүрсің деп ұсыныс жасайды және де қайтайық деп көндірмекші және жұмыс тауып ел қатарлы жұмыс табуды уәде етеді. Ал ақыры Хейзер бас тартады. Ол мен үйленгем дей сала Хейзердің күйеуі келе қалады. Ники болса ет тасушы курьер ретінде өзін таныстырады. Қапаланған Ники Лос-Анджелеске қайта барып курьер қызметіне орналасады және де досы Гарридің үйінде тұрады. Курьер ретінде жұмыс істеп жүріп, Гарри жұмыс бабымен Самантаның үйінде тап болады. Ал сол үйде Никидің орнын басқан басқа бір жігітті көзі шалады. Осымен достар, кино аяқталды. Барлықтарыңызға соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды білдіремін.